соны жарып жібере салайық. Дейм ай еще тупой. Мә. Ой. О, достар, мен үш аламын, прикинь. Біраз мына жақты, ё-май, көрдіңдер ма, достар? Міне, достар, осыншама заттар таптым, бұларды мен әдейі. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Саконайт, қалайсыңдар? Өшім, выживанияң жалғастыратын боламыз. 5-ші бөлімге келдік па, нешінші бөлімге келдік, өшім. Так, 5-ші бөлімге келдік ау деймін, походу. Онда бүгін біз деген не істейтін боламыз? Бізге бүгін деген андай бір заттарды алайықшы, осы бір затты істеп көрейікші, осы жерде керек емес, керек, барлық заттардан әйтеуір. Бұлар құры тұрып қалмасын деп жатырмын. Не істеуге болады деп ойлайсыңдар? Ё-май. Кожа дегенде бізге құры тұр, керегі жоқ деп ойлаймын. Киім жасап аламыз ба, бір зат істей салу керек. Сосын бір сыр соғып қойып батып, мына жерде су толтырып алыппыз ғой. Все равно бізде молоко, сүт көп. Қалғандар қажет емес деп ойлаймын. Так, мына жақта назаттардан істеп алайын, порох. Айтпақшы, біз деген ТНТ істеп алу керек. Сосын ТНТ істеп алу керек. Мейлі басқа бізде басқа не бар? Мына жақта бос шелектер бар екен. Барып, сыр соғып қойтатын боламыз. Кремін дейді, мына жерде мына бір заттарды алмақшымын. Бір зат істеп көруге тырысам, қазір нелер істеуге болатын еді, ё-май. Менің өші миыма түк келіп отқан жоқ. Нитті де алып алайық. Мүмкін бір заттарға керек болып қалар, достар, бұлар. Мүмкін, білмеймін мен. Және бізге ресторанты ала салайық. Мына жақтан ештеңе керек емес, бізде 4 ТНТ істеп қойдым. Динамит. Бізде айтпақшы, мынау железная конская броня дейді ғой, бұл не керек екен? Бізде өші жылқы жоқ қой, әлде жылқы алдағы уақытта шығып қалам екен. Өте қызық. Мейлі, мына жақтан бізге не істеуге болады екен? Так, не істесек болады, ё-май. Міне, динамит істеп алайық. Қалай дейді? Түсіндім. Бұлай. Қалай істейтін еді? Не өк бітті, ё-май. Короче, достар, мен қуып кетті ғой. Так, ладно. Бетіп істейді, наны. Так. Порох. Вот. Порох, бұлай. Бұлай тұру керек қой. Нерв шығып кетті ғой, қойш. Алш. Кәдімгіде істей берейікші. Тағы нешеуін істеуге болады? Так, болды деймін. Жоқ, но соңы. Енді болды. Так, факел дейді, факел. Айтпақшы, бізге еще кирка керек еді. Мен киркам сындырып алдым. Анау кешек шақтан бәрін қазып. Шерст дейді. Шерст керек емес шығар бізге. Мейлі. Писанчик дейді, мына жерде. Бізде қой бар ма еді? Ножницы істеп алуға болады екен, 2 железный слиткпен. Бірақ бізге шерсттің не керегі бар? Шерст керек болып қалам екен. Біреуін істеп қояқшы. Неге керек екенін білмей тұрмын қазірше. Так, мына жерден щит дейді, бізде щит бар. Щит қажет емес. Красный краситель дейді. Бізге краска керек емес шығару. Пирогқа бізге жұмыртқа жоқ, тауық жоқ әдеттегідей. Семена керек емес бізге тыкваның. Картина істеуге болады екен, бірақ картинаны мейлі, бәрі маған картина істесек те, істемесек те. Сосын бізге мынандай жарық
істеп қоюға болады екен, өте прикольный қылып. Ладно, қазір істеп көретін боламыз деп ойлаймын. Вагончик керек емес бізге. Кожадан тек киім ғана істеуге бола ма сонда, менің түсінгенім бойынша. Айтпақшы достар, бізге мынау істеп алайық. Керек болса да, керек емес болса да, бізде айтпақшы шошқа бар, шошқаның үстіне отырып алып айдайтын боламыз. Сосын андай заттар бар екен. Білмеймін, олардан не істеуге болатын. Біз деген нанға батырып істей салайық. Батырып деп бұл не дейді? Нан істей салайық. Нан керек қой маған деген ашып бола берем. Және мына жерден цикло бізде жоқ, өкінішке орай. Костная мука дейді. Мука. Біреуін істей салайық, өзі біреу екен. Книга керек емес. Мынау не? Угольный блок дейді. Угольный блок дейді. Бізде какао жоқ. Учка бізде ита көп. Огниво дейді. Огнивоға. Достар, бізде железный слитік алып алайықшы қазір. 24 бар, бізде деген жеткілікті бар. Ножница емес, жаңағы не істейін деп жатыр едік, құрсын. Не істейін деп жатыр едім мен. Міне, огниво істемекші едім. Динамит жаруға бізге керек болып қалады. 5 динамит, бізде 9 динамит болды ма? Бізге компас керек емес. Компас керек болады деп ойламаймын. Мейлі. Серый краситель дейді. Бізде қылыш сынайын деп тұр. Қылыш бар, бірақ кожадан басқа зат істеуге болады деп ойламаймын. Бізде рамка көп қой. Киім істеп ала салайық. Уақытша хотя киіп жүреміз ғой. Бұтымыз тоңбайтын болады деп па? Мейлі. Так бізде таза кожа ғой, кожа. Басқа бізге не істесек болады? Ножницы керек емес әзірше. Мейлі ала салайық, өтірік болса да тұра берсін енді. Бізде железный слитік көп қой, бар ғой. Сосын бізге қазір ағаш палка керек. Ағаш керек, ағаш жоқ па не бізде? Мына жақта ножница тұра берсін, или алып қояқ. Бізде ағаш жоқ, ағаш бар ма еді бізде өзі? Ё-мое, ағаш бітіп қалды ма не? Так, онда ағаш сындырып қайтайықшы осы біз. Бізде деген на тұра қалыпты ғой. На сындырып текші. Айтпақшы, бізде үшін алардың бәрі пісіп кетіпті ғой. Ё-мое, бәрі алу керек еді. Қазір теріп алатын боламыз. Мейлі, қазір бізге осы жетіп қалар. Дупты қойып, енді бізге палк істеп алайық жаңағы. Палкыдан және картина. Мейлі біреуін істей салайықшы, өтірік болса да енді. Ладно, палканы қайттан шығарып аламыз ғой. Палка және де палка. Және бізге қылыш істеп алсақ болады. Кирка істеп алайық, иә. Кирка керек болады, және де лопата керек болмайтын шығар ол. Лопатамыз әзірше бар, әзірше. Данный случай. И лукты да істеп алайық, лукта керек болып қалар. Миска дейді. Котел дейді, котел керек емес. И онысы да жылы деп па. И суп дейді. Суп, суп.
Мейлі. Бізге қалғандары бар деп ойлаймын. Данный момент керек емес, қалғандары. Бізде 18 слит қалды. Так, бізде үшін мына жақта әлі песоктар көп екен. Еще мына жаққа динамиттерді салып қояйық. Бізде достар 9 динамит болды. Бізде бас киім бар, үстімізге киіп алайықшы еще. Бізде аяқ киім жоқ екен ғой. Мынаны киіп алайын ба? Әзірше тұра тұрсын, керек болып қалады аяқ киім. Сосын бізге ножницаны да салып қояйық, ножницаны не істейміз? Огневаны да салып қояйық. Мына жақ толып кетті ғой, е-мае. Не болып кетті ана жер? Қазір қолданамыз. Мынаны да салып қоя берейікші. Ал үстімізге және мыналарды киіп алайық. Үстімізге. Бізде аяқ киім жоқ екен. Мейлі, мына жерге ағаш палканы астына қояйық. Мына бумага дегендерде бізге керегі болмады. Кремін дегенді пайдаландық. Қазір мына удочка керек болып қалады морковкамен. Ведро дейді, қазір сир соғамыз, ол сир. Қойыптар еще, мыналарды гүл егіп жіберейікші. Қазір мына жерге өбілген қылып қойды әйтеуір. Мынаны қапталға қоямыз сөйтіп. Нормально, тұра берсін. Так, енді мынаны қаяққа қоямыз. Мейлі, мына жерге қояйық. Киімдерді кигізіп қоямыз ғой. Өтір кожа кигізіп қоямыз. Нормально. Енді үстіне аяқ киім қайда, аяқ киімді кигізіп қояйық. Мынау аяқ киімі нормально тұра берсін. Мен морковтарды қайтарып салып қояйықшы. Не істейміз морков? Еще гүл егіп жіберейік, гүл. Мынаның үстіне егеміз гүлді. Қатып кетті. Мына ішіне гүлді қайтып қоямыз. Болды. Енді бізде егіндерімізді. Соғылған сол. Нормально, рахмет, братан. Ойбай, жау құрсын. Кет. Әр тұр болғырым. Жабылды. Аналар қайттан өсіп өткенес, неріп жабылды. Так, ағаш қайттан егіп жүрек. Оны үстіндегілер кетпей ма не? Мейлі, мен не істейін деп отырым. Үйде адам тұрға деп күтті ғой. Так, айтпақшы достар, бүгін деген біз ан жақтағы жаңа әлемге баратын боламыз. Ар жақтағы эндерменский әлем ба, сондай. Сосын біз деген мына жерде шахтаны кәдімгідей қазып шығарған болатынбыз. Осылай шахтадағы заттарды жинап алайықшы. Біраз мына жақты, көрдіңдер ма достар? Міне достар, осыншама заттар таптым. Бұларды мен әдейі сіздерге көрсету үшін сындырмадым. Енді сындыратын болам бұлардың бәрін. Пока что осындай заттар таптым. Алтын, темір, аттарын еді, ұмытып тұрмын ғой. Короче, мынау рестон. Алтын көп екен, аңғарыш. Сосын алмаздар бар. Керемет, мына жерде өте көп. Осын істеймін деп неше керкан сындырдым. Просто я в шоке болдым ғой. Изумрудта бар, омен қоса. Алмаз, алтын. Мынаны сындырайын десеңіз жап-жарқ болып кетеді екен.
Үшім достар, ма 32-ші уровень болғансың ғой, жаңа мен рудаларымды сындырам деп үшін аңғара киркамды сынайын деп отыр, жаңа істе болған. Міне мына жаққа жаңа заттарды қойдым. Енді мына жаққа мен алмаз, 10 алмаз, 12 изумруд, лазурит екен оның аңаты. Угол, осындай заттар жинап алдым. Еще редстоун бар екен. Так, онда мен булыжниктерді жүр арасында. Редстоун, аларына жаққа қойып кетейін. И тамақты да мына жаққа қойып кете салайын, мен нан қолданам ғой. Так, айтпақшы бізде еще қылыш жоқ, қылыш алып кету керек. О, железный, иә, темір қылыш екен. Мынау обычный қылыш қой, обычный. Ладно, осыны алып кетейін өзіммен бірге. Сосын үстіме киімдер киіп алғаным дұрыс. Нормальный киімдерден. Ана қалай алады мынаны? Мен бәрімен сындырып алған соң кәм. Ладно, мынаны аяқ киімге киіп алам. Ренжіме енді. Анау сынам деген тұра береді. Пока что и мынаны қайттан үстіңе кидіріп кетейін. Так, болды, қазір деген мен ана әлемге баратын болам, достар. Ол әлемде не бар деп ойлайсыңдар? Давайте комментарийға жазып кетейік. Кеттік онда. Оны есікті де сындырып тұрады, ана оңбаған. Қазір кегесін істейтін болам. Так, ол жаққа баратын жолда әрине біз деген мына жақтан істей салайық. Достар, келдік. Біз әне біздің әлем тұр, және ана алдындағы песок әлемі, және біз осы Эндермен әлеміне келдік. Білмеймін, Эндермен ба қалай айтады, бұл қандай әлем екен. Қайта жарық кезде келгеніміз жақсы болды. Ешкімді көріп тұрған жоқпын менше. О, сындырдық достар, мынау зәт ұшып тұрған. Өй! Достар, не өп кетті, қалай жарылып кетті, достар, мен түсінбедім вообще. Қазір қайттан баратын боламыз. Вообще түсінбедім. Анаған тисең жарылып кетем ма сонда? Олардың зиян бекен ол. Маған тиіспей ме екен, зәт екен ол вообще. Түсініп те тұрған жоқпын. Бірінші рет көріп тұрмын. Бірінші рет емес, екінші рет па, үшінші рет па, білмеймін. Бір жерден көрген сияқтымын, бірақ зәт екен білмеймін, достар, ол. Драконға жан беретін зат беді, осы бір зат түсінбей тұрмын. О, достар, ан жерде бір заттар. Зат бар ан жерде. Ан жерде бір заттар бар, прикинь. О, мен сундукты қарамаппын, достар. Сундукты қарап алу керек еді ғой бірінші деген. Эльфийский Силверді остров 7 дейді, достар. Оқып алайық ал. Өй! О, достар, мен ұша аламын, прикинь. Жоқ, бұл жақсы емес. О, жаным кетті әне. Так, не дейді? Сломать цветок дейді. Цветок құрыса 1-4 дейді. Нізады ол? Зарви 2 кристалла, если они есть. Ну и убей 3-7 шалкер дейді. Шалкерлерді өлтіру керек дейді. Болды ғой, әңгімес жоқ қой. Бүйтіп алып алайық. О, шалкерлермен шайқасамыз қазір. Мен алармен қуып жүр ғой. Достар, қазір қирататын боламыз бәрін. Прикиньте, достар, мына щиттің арқасында ма, мен деген жаным күйіп кетті, өзіне өзі анан қара. Прикинь. Ал аналарды атып өлтіру керек сияқты. Мен ау, тимей ма не? Сонда тек ұрып өлтіресің ба не? Йоп, тігідік. Ондай болса өте жаман. Ладно, кіріп кетеміз сразу. Фук. Мен ұшып барадым ғой.
жерге қонам бұл өзі, ёптыгдік. Қонсай болды. Ёптыгдік. Қойып тұр, братан, ёптыгдік. Акацкий болып. Бұлттың сүрі шығып бітті ғой, аспанда ұшып. Қазір алма жеп алайын. Достар. Менде мынандай ойы бар. Қараңдар, достар. Фук. Жаным, сол жаным. Өлді ма анау? Мешок. Көрінбейді ғой анау. Өлген болсын деп тілік. Енді достар, мына жаққа тағы біреуін қоямыз. Оппана. Қалай екен, оңбаған. Айып тастаған соң, болды ма, бітті ма, нешеу қалды? Бітті, достар. Жоқ, біреу ғана екен. Ұшып барасың. Телепорт жасай емес шо? Достар, тек біреу қалмаған екен. Түсінікті. Өлтіріп тастаған соң, прикинь. Қойсай бауырым. Үстіне шығып алайық хотя бы. Құлап кетпей тұрғанда. Так, енді мына жерді сындырып жіберейік. Мұның өз зорға біткен кезде, ёптыгдік. Ладно, давай, біте ғой. Мен деген тупой сүт алып қайтуым керек екен ғой, да? Сүт болғанда менде деген бұлар әсер етпейтін еді. Так, мен оны ұмытып кетіппін, мейлі, ештеңе етпес. Мына жерде тек біреу қалды ғой. Соны жарып жібере салайық. Дей ма, еші, тупой. Осымен бітті деп ойлайым. Так. Достар, бітті, бәрін айырып тастаған соң, короче. Так, ештеңе қалмады, бұл жерде. Бұл жерде еще не істеу керек деп жазып қойып еді, жаңа кітапта. Төртеуін сындырдым. Еще шалтерма, зет. Соларды да сындырдым. Но сынбайтын бет не? Жоқ, сынып отыр ғой. Сынады екен, бірақ жай сына ма? Сындыру керек па? Жағында не бар екен? Жоқ. Мына жағын сындырайыншы оданшы. Давай, сынсай, ёпты. Осындай бір сандық үшін қанша уақыт қаздым, зорға сындырдым ғой анау. Так, достар, ішінде, бой. Дерскі заттар бар екен, эндеріш, жемчуг, жебе керек бол жүреді, еще алма. База жоқ, көп зат бар екен. Так, бітті, походу бітті, Басқа ештеңе қалмады бұл жерде. Ештеңе қалмады. Онда кеттік, үйге қайтамыз. Бүгіндікке осы, достар. Енді келесі бөлімде ана әлемге баратын боламыз. Бой. Видео ұнаса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Давайте.